Кеш жарық эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Айбек Қосан, сурдаудармада Жансылу Ерланқызы. Дүйсен бүгінгі топтамадан көретіндеріңіз. Назарбаевтың немеренесі Қайрат Сатыбалды мен экс-құдасы Қайрат Боранбаев ұзақ жылдар жымқырған миллиардтарды шетіне мемлекетке қайтара бастады. Сыртқа шығып кеткен қаржыларды қайыру механизмі өте қиын механизм. Шетелге заңсыз шығарылған қомақты қаражатты елге әкелу мүмкін бе? Қазақстандық әуе компаниялардың ұшақтары сағаттап емес, жарты тәулік кешігіп, ұшып қонатын болған. Салынатын айыппұл мөлшерлері өте аз деп өзім есептеймін. Монополистерге тұсау бар ма? Жолаушылар кімнен өтемақы талап ете алады? Жамбылда жолдың жыры таусылар емес, уәдеге тойдық деген тұрғындар бас көтерді. Бізден батпақ. Қысты күні бораны шығамаймыз үйден. Жөндеуге бөлінген ақша қайда? Әкімдік не дейді? Ресей әскері Украинаның зымырандарын жоюға кірісті. Бірақ ракеталар бейбіт тұрғындардың үстінен түсіп жатыр. Нет окон, нет крыш. Дом практически тоже снесен. 5 ай бұрын басталған қақтығыстың аяқталар түрі бар ма? Шекарадан заңсыз асқан 230 миллиард теңге мемлекет меншігіне қайтарылды. Қайрат Боранбаев пен Қайрат Сатыбалдының ісіне қатысты жаңа деректер белгілі болды. Активтерді қайтару жөніндегі арнайы комиссия күдіктілердің заңсыз шетел асқан дүние мүлкін елге қайтаруды бастаған. Айыпталушылар Люксембургтен 170 миллион ақш долларын өз еркімен аударған. Онымен қоса оператор Роб компаниясының ісі бойынша 180 миллиард теңгені жымқырудың жолы кесілген. Бас прокуратураның қара тізімінде бұдан өзге де елге есімі белгілі адамдар бар. Олар кімдер? Әріптесім Айғаным Достанбай сабақтайды. Олигархтардың заңсыз жолмен иемденген дүние мүліктері кері қайтарылуда. Осыған дейін сарапшылар шетел асқан миллиардтарды қайтару ұзақ әрі қиын процесс дегенімен әйтеуір араға бір ай салып сен қозғалды. Бас прокуратураға қарасты активтерді қайтарумен айналысатын арнайы комиссияның отырысында елімізге 230 миллиард теңге кері қайтарылған айтылды. Бұл Қайрат Боранбаев, Қайрат Сатыбалды және оператор Роб ісіне қатысты болып отыр. Айыпталушылар Люксембургтен 170 миллион ақш долларын өз еркімен қайтарған. Атап айтқанда Қазақтелеком көліктік сервис орталығы акционерлік қоғамы және басқа мүлікті жымқыру бойынша шамамен 36 миллиард теңге қайтарылды. Жамбыл облысында Тараз Энергосбыт мемлекеттік ұйымына 2,2 миллиард теңге қайтарылды. Роб операторы ісі бойынша шамамен 180 миллиард теңгені жымқырудың жолы кесілді. Оның шамамен 100 миллиард теңгесі жеңілдікпен автонесиелеуге бағытталған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшылары мен қызметкерлері де тапқан таянғанын шетел асырып үлгеріпті. Осы іс бойынша Гонконг пен Біріккен Араб Әмірліктерінен шамамен 3 миллион ақш доллары қайтқан. Сондай-ақ комиссия мемлекет меншігіне құны 30 миллиард теңге болатын нысандарды да кері қайтаратын мәлімдеді. Оның ішінде құны 12 миллиард теңгелік Қазақстан санаторийі, Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновтың Шығыс Қазақстандағы жер телімдері де бар. Шетелге шыққан ақшалардың бәрін тізімін жасап, спорный болатын болса, я болмаса заңдылығында бір күмән болатын болса, оны тексеріп тергеу керек сияқты. Соңғы кездерде біздің Қазақстан азаматтары көп недвижимый имущество шетелде сатып алды. Үлкен сарайлар деген сияқты үйлер заңды түрде сатылып алынған ба, оны да тізімін жасап, оны да тексеру керек сияқты. Күдіктілердің шетелдегі және елдегі қылмыстық активтерін анықтау, тәркілеу әлі де жалғасады. Онымен айналысып жатқан арнайы комиссия Конституцияға өзгерістер енгізу туралы референдум өткен күні президенттің тапсырмасымен құрылған болатын. Айғаным Достанбай, Заманбек Үсенбеков, Айбат жаңалықтар қызметі. Жымқырылып жоқ болған шекара асып офшорлық аймақтарға жөнелтілген қаржы аз емес. Соңғы тиынына дейін болмаса да, әйтеуір аз дегем қайтарылып жатқанында бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бүгін таратқан мәліметіне сенсек, жыл басынан бергі 6 айда сыртқа 8 миллион доллар шығарылмақ болған. Ол президент Тоқаевтың Қазақстанның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету туралы жарлығы аясында анықталды. Құжатқа сәйкес 10 мың доллардан асатын қолма-қол түрдегі шетел валютасын, 5 граммнан асатын алтын құймаларын елден шығаруға тыйым салынған. Елден ақша шығару оңай, ал қайтару қиын. Неге? Ол қаржы офшор аймақтарда қалай қорғалады? Біз бұл сұрақтардың жауабын сарапшыдан сұрап көрмекпіз. Дәл қазір бізбен тікелей қосылымда экономист Нұрмұхамед Маманов. Кеш жарық, Нұрмұхамед мырза. Кеш жарық.
Бірден сұраққа көшсек, мамандар шетке заңсыз кеткен ақшаны елге қайтару өте қиын дейді. Не себепті қиын? Бұл мәселеге келетін болсақ, жалпы бірінші офшорлық счеттар офшорлық мемлекеттерге келу керек. Ол мемлекеттердің заңнамасына сәйкес, ол мемлекеттердің жалпы жұмыс істеу логикасына сәйкес, олар салықтық режимді жұмсартады. Салықтық режимді жұмсартудың нәтижесінде олар өздерінің экономикасына басқа мемлекеттерден келетін компанияларға тіркелуге мүмкіншілік береді. Яғни ондай мемлекеттер, Люксембург, Багам аралдары деген сияқты мемлекеттер, олар тек қана сол офшордан ғана түсетін пайданың негізінде ғана жұмыс істеп отырған мемлекеттер көбінесе. Пайдасын да содан тауып отырған мемлекеттер. Енді ол мемлекеттерге біз Қазақстан мемлекеті ретінде ақшаны қайтар дейтін болсақ, немесе ақшаны қайтаруға бір ұсыныс жариялайтын болсақ, олардың қайтаруы екіталай. Неге? Өйткені біріншіден олар біздің сот системамызға сенбейді. Екіншіден олардың сот системасында сұрақ туындайды. Ол ақша Қазақстаннан шыққан кезде заңды түрде шықты. Сәйкесінше заңды түрде шыққаннан кейін біз неге ол ақшаны қайтаруымыз керек деген сұрақ пайда болады. Екінші, ол Мұхаммед мырза, кешіріңіз, сіздің даусыңыз бізге дұрыс естілмей тұр. Бір техникалық ақаулар болып тұрған сияқты. Дұрыс. Үзіліп естіліп жатыр ма или? Үзіліп естіліп тұр. Міне енді дұрысталған сияқты. Жалғастыра беріңіз. Жаңа айттыңыз, шет мемлекеттер біздің заңнамаға сенбейді, және де белгілі бір құйылған қаражатты шығаруы қиындау. Енді осыдан тағы бір ой туады. Белгілі бір инвестицияңызды, қаржыңызды қауіпсіздік қорғаймыз дейтін елдер бар. Қазақстан олармен келісуі неге қиын? Жалпы қаржыны қайтарудың сіз қандай жолдарын көресіз? Қаржыны қайтарудың келесідей жолдарын көруге болады. Ол енді біздің дипломаттарымыздың жаңағыдай жұмысы деп айтса болады. Сол мемлекеттермен тікелей келісім жасау арқылы екі ел аралық жаңағыдай келісім болу керек. Бір-біріне қаржылық ақпаратты, қаржылық бенефициарларды жаңағыдай бір-біріне беру туралы жаңағыдай белгілі бір келісім болу керек. Енді бұл жерде тағы да бір келісімнің түрі ретінде, тағы да бір осы офшорлардағы қаржыны қайтарудың тиімді механизм ретінде ол ұсталып жатырған, істі болып жатқан адамдардың өз еркімен қайтаруға мүмкіншілік жасау. Мысалға келетін болсақ, көрші Өзбекстанға келіп, Ислам Каримовтың қызы 1,3 миллиард доллар офшорлық счеттары анықталды, бірақ қазіргі күнге 4 жыл өткен күннің өзінде 20 миллион доллар қайтты. Өйткені ол мемлекеттер өзінде жаңағыдай өзіндегі тіркелген компанияларды жақсы қорғайды. Ал егер олар өз еркімен қайтаратын болса, жаңағыдай Боранбаевтың, Сатпалдиевтің кейсіндағыдай бұл ақшалар толықтай жаңағыдай қайту мүмкіншілігі жоғары. Сондықтан да біздің жалпы шешу жолымыз осы адамдардың өз еркімен қайтаруы арқылы шешу керек деп ойлаймын. Түсінікті, Нұрхамед мырза, енді сәл техникалық ақаулар болса да сіздің ойыңызды түсіндік. Заңсыз шетел асқан қаржы заңды түрде әр тиынына дейін қайтарылуы тиіс әрине. Және де алдағы уақытта бұл шаралар іске асады деп ойлаймыз. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сіздерге де рахмет. Соңғы күндері елде әуе рейстері жиі кешіктіріліп, жолаушылар діттеген жеріне уақытында жете алмай шағымданып жатыр. Салдарынан авиация комитеті әуе компанияларының үстінен тергеу бастауға мәжбүр болыпты. Компаниялардың бассыздығы дәлелденсе, олар қандай жауапқа тартылады? Аямүт әлі тарқатады. Әуе компанияларының жауапсыздығы кесірінен діттеген жеріме жете алмай қиналдым деп шағымданушылар қатары күннен күнге артып келеді. Айтуларынша рейстің кешігетін оларға дәл ұшуға таяған кезде хабарлайды. Салдарынан жолаушылар жарты күнін күту залында өткізуге мәжбүр. Мәселен, кеше Қарағандыда болған той күйеу жігітсіз өткен екен. Себебі ұшақ отмена болып қалған. Той қыз өзі ұзатылды, жоқ құдалары 10 сағат кешігіп келген екен сол тойға. Жаназаға асығатын адамдар болады. Оның барлығы ол уақыт күтпейді ғой. Блогер Дәулет Мұқаев та діттеген жеріне үнемі уақытылы жете алмай әлек болатынын айтады. Авиакомпаниялардың бассыздығына үнемі көз жұмып қарайтын елордалық жақында оларды жөнге салу үшін өзіне тиесілі өтемақыны талап етіпті. Компания кешіктірілген әр сағатқа билет құнының 3%, яғни 1600 теңге төлеген. Блогер жолаушылардың мұндай құқығы барын тұрғындар ғана емес, компания қызметкерлерінің өзі білмейді деп ашынды. Ең күлкілісі, ақшаны өздері білмейді, қайдан алатынын, не істейтін. Мүмкін әкімшілікке барып сол жақтан сұрайтын шығарсыз дейді мысалы. Қырсық емес, енді адамдар білсін, соны принципке кетіп алдым оны. Өйткені ол бір ғана жолаушыдан сондай ақша.
Ал егерде әрқайсысы сөйтіп талап ететін болса, ол миллиондаған ақшаға жетеді ғой. Яғни заң бойынша әуе компаниясының кесірінен рейс 2 сағатқа кейінге шегерілсе, жолаушылар салқын су талап ете алады. 4 сағат күткен жағдайда ыстық тамақпен қамтуы тиіс. Сондай-ақ күндіз 8 сағат және түнде 6 сағат кешіктірілсе, қонақ үймен немесе өз үйіне дейін көлікпен тегін жеткізуі қажет. Дәл осындай құқығы барынан жолаушылар бейхабар болған соң былтыр 2 ғана әуе компаниясына шағым түсіпті. Флайарыстан 1 миллионнан астам айыппұл төлесе, Скат 600 мың теңгемен құтылған. Бір қызығы, арызданушылар саны биыл күрт артқан. Авиация комитеті әуе компаниялардың үстінен тергеу бастапты. Тексеріс 1 айға созылады. Бүгінгі күнге 100-ден астам шағым келіп түсті. Және әлеуметтік жерлерде, бүкіл жерде осындай шағымдар болып жатыр. Сол барлық шағымдар кешуге байланысты. Олардың көбі Air Astana және Fly Astana авиакомпанияларға тиісті. Таяуда мәжілісмендерде ауа райын сылтауратып, ұшақты жиі кешіктіретін әуе компанияларын жаппай тексеруді талап еткен еді. Айтуларынша, былтыр 69 мыңға жуық рейстің 13 мыңы кейінге шегерілген. Ал оның жартысынан көбінің негізгі себебі түсініксіз. Шағымданушылар тағы да артуы мүмкін. Себебі елорда әуежайында 1 айға жуық жөндеу жұмыстары жүргізілетіндіктен ұшып қону уақыты біртіндеп кейінге шегеріліп жатыр. Таңғы сағат 11:00-ден кешкі сағат 18:00-ге дейін елорда аспанында ұшақ ұшпайды. Яғни түнгі уақытта әуежайда әуе рейстері көбейіп, бір шама жолаушы діттеген жеріне уақытылы жете алмай қалуы мүмкін. Ая Мүтәлі, Мейірбек Беспаев, Айбат жаңалықтар қызметі. Ақтауда UFC-дің бұрынғы чемпионы Хабиб Нурмагомедов қатысқан турнирде полицейді итеріп жіберген ұйымдастырушы 10 тәулікке қамауға алынды. Бұл туралы Маңғыстау облысының полиция департаменті хабарлады. Кейін белгілі болғандай, жастар спортшымен суретке түскісі келген, жанкүйерлер Хабибті қоршап алған, алайда спортшының қасында жүрген күзетшілер оған жақындатпаған. Ұйымдастырушының қоғамдық тәртіпке жауапты тұлғаны қағып өткенін көрген тұрғындар бірден наразылық білдірді. Еске салайын, 16 шілдеде Ақтауда халықаралық турнир өтті, оған ресейлік спортшы қонақ ретінде қатысты. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында 3 жылдан бері Кублей зауыты әкімдікпен соттасып жатыр. Өндіріс ошағы жергілікті билік зауыт маңындағы санитарлық аумақта көп қабатты тұрғын үй салуға заңсыз рұқсат берді деп айыптап отыр. Қос тараптың бітімге келе алмауының қарапайым халық жапа шегуде. Мәселенің мән-жайын әріптесім анықтап көрді. Осыдан 3 жыл бұрын құрылыс компаниясы зауыт маңындағы аумақта тұрғын үй салуға әкімдіктен рұқсат алған. Кейін үлескерлердің қаржысына көп қабатты 4 үйдің құрылысын бастайды. 400 отбасы баспана аламыз, үйлі боламыз деп жиған тергенін құрылыс компаниясына санап берген. Зауыт сотқа шағымданғанша компания осы аралықта салынып біткен 2 үйге тұрғындарды қоныстандырып үлгерген. Ал жұмысшылар болса, қаладағы ең ірі кәсіпорын жабылса, жұмыссыз қаламыз ба деп қауіптенеді. Егер біз жерімізді орнынан қозғайтын болсақ, бізде біршама жұмыс орны тоқтап қалады. Қаншама семья бар, бала-шағасымен олар деген жұмыссыз қалып қояды. Осылайша зауыт әкімдіктің олқылығы үшін жауап бермейміз дейді. Сөздерінше шенеуніктер әу баста құрылысқа рұқсат беріп қателік жасаған. Өндіріс ошағы айналасында тыныштық сақталмайды, ірі жүк көліктері маңайдан арылмайтын көрінеді. Зауыттан нан тауып отырған 600 адамның осыған байланысты көңілдері күпті. Олар болашақта жаңа үйдің тұрғындары зауытпен көрші болуға қарсылық білдіріп, жұмыс орнын жабуға әкелеме деп қауіптенеді. Незаконные действия застройщиков продолжались. Құрылыс компаниясы тарапынан заңсыз әрекеттер тыйылмай тұр. Сот тоқтатқан құрылыс жұмыстарын олар өз бетінше жалғастырып жатыр. Мақсаты үйді тезірек салып тұрғындарды қоныстандыру. Көпшіліктің зауыт жұмысына шағымданатыны анық. Консерві өнімдерін шығаратын зауыттан түрлі зиянды қалдықтар шығатыны белгілі. Алайда осыған қарамастан шенділердің кәсіпорын төңірегінде тұрғын үй салуға қалай рұқсат бергені түсініксіз. Оборудованиесі бар, вибрация шығарады. Ертең бұл үйлер заңдастырылған жағдайларда ертең мынау заводтың кері әсерін сезген адамдар не істейді? Бас салып арыз жазады. Сонда завод не істейді? Ары қарай жылжу керек. Завод жылжи алмайды. Ал шенеуніктер болса сол кезде құрылысқа рұқсат берген архитекторды жұмыстан қудық деп ақталып отыр. Бірі үйсіз, екіншісі жұмыссыз қаламыз ба деп басы қатқан мыңдаған адамның тағдырын енді сот шешсін дейді олар. Ал құрылыс компаниясы болса біз де опық жегендердің қатарындамыз дейді.
Завод 4 класса опасности. Бірнеше рет зауыт басшылығына келісім жасауға тырыстық. 30 пәтерді тегін ұсындық, бірақ нәтиже болмады. Басшылығы 3 үйді сүруді талап етіп отыр. Былай тартса өгіз өледі, былай тартса арба сынадының күйін кешкен қос тараптың ісі бірнеше рет сотта қаралды. Бірінші сот тұрғындардың есебіне шешілсе, екінші облыстық сот құрылысты заңсыз деп таныған. Енді мәселенің нүктесін қоюы тиіс жоғары сот істі қайтадан қалалық сотқа қайтарыпты. Осылайша күрмеулі сұрақ әзір шешілмейтін сыңайлы. Айгөз Тұрсынбай, Ермек Махметов, Айбат жаңалықтар қызметі. Қазір аздаған жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Ақтөбе облысында жарылыс болды. Көліктер толықтай енді ұзақымдалғасын, қазір уақытта мемлекеттік нөмірлері бәрі жойылған. Адам шығыны бар ма? Жанармай бекетіндегі оқиға сәйкестік пе әлде қастандық па? Жамбылда жолдың жыры таусылар емес. Уәдеге тойдық деген тұрғындар бас көтерді. Бізден батпақ. Қыстыгүні бораны шығамаймыз үйден. Жөндеуге бөлінген ақша қайда? Әкімдік не дейді? Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ақтөбе облысы Алға қаласында газ құю станциясы жарылды. Жойқын жарылыс 3 адамның өмірін жалмай жаздаған. Көгілдір отын құйылған цистерна жанында тұрған 2 арнайы техника, жеңіл көлік және станция ғимараты күлге айналды. Төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша түгелімен жанып кеткен Toyota көлігі сол мезетте газ құйып жатыпты. Өрт сөндірушілер 1 сағат ішінде отты түгелімен өшірген, тілсіз жауды ауыздықтауға 26 қызметкермен 7 арнайы техника тартылыпты. Дер кезінде өрт сөндірілмесе, зардап шеккендердің саны артушы еді. Себебі апат болған газ құю станциясы Ақтөбе-Астрахан тас жолының бойында орналасқан. Бұдан бөлек дәл соның жанда жұмысшылар жолды жөндеп жатыпты. Бүгінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған. Өрттен автогаз құю бекеті толықтай зақымдалды және бір жеңіл автокөлігі, 2 погрузчик тракторы зақымдалып жойылды. Көліктер толықтай енді зақымдалғасын, қазір уақытта мемлекеттік нөмірлері бәрі жойылған. Біз енді сараптама тағайындап, өрт техника сараптамасы тағайындап, кузов нөмірлерінен соны анықтап, көліктерді анықтаймыз. Украинада елге сатқындық жасады деп күдікке жүздеген мемлекет қызметкер ілікті. Ел президенті Владимир Зеленскийдің мәлімдеуінше, олар Ресеймен тығыз байланыста болып, бірлесе әрекет етіп отырған. Киев жауаптыларға қандай шара қолданды? Жалпы Украинадағы ахуал қандай? Жансая Қапасқызының материалында. Украинада мемлекетке опасыздық жасады деген күдікпен 650-ден астам қылмыстық іс қозғалған. Күдіктілердің басым бөлігі Украинаның қауіпсіздік күштері мен бас прокуратураның қызметкерлері. Киев оларды соғыс кезінде Ресейге көмектесті деп айыптап, қызметкерлерінің ісі үшін қауіпсіздік күштерінің басшысы Иван Баканов пен бас прокурор Ирина Венедиктованы қызметтен босатты. Станом на сьогодні зареєстровано. Қазіргі таңда мемлекетке опасыздық жасау фактісі бойынша 651 қылмыстық іс тіркелген. 198 іс бойынша жауапты тұлғалар күдікті деп танылды. Қауіпсіздік күштері мен прокуратураның 60-тан астамы оккупацияланған территорияларда қалып, мемлекетімізге қарсы жұмыс істеп жатыр. Бұл еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді. Ал Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу Украина армиясының ұзақ қашықтыққа арналған зымырандарын жоюға бұйрық берді. Министр сол қарудан қарсы тарап Донбасты атқылап жатыр деп есептейді. Десе де әскери нысандарды ғана жоямыз деген ресейліктердің ракеталары тұрғын аудандарға түсіп жатыр. Мы ничего не поняли, кто. Қалай болғанын түсінбей қалдық. Енді біздің үйімізде шатырымызда жоқ. Бірнеше қирады. Бір итім жараланып, тағы біреу өліп қалды. Далаға шыққанымда көршімді көріп, оны жараланған екен деп қалдым. Сөйтсем, мерт болыпты. Украина жасақтары да қарымта шабуылды күшейтіп, Донецк және Бахмут бағытында бірнеше елді мекенге шабуыл жасаған Ресей күштеріне тойтарыс берді. Сөйтіп, Киев соғыста опат болған ресейлік сарбаздардың саны 38 мыңнан асты дейді. Алдағы күзде Украинадан халық тағы да үдере көшуі мүмкін. Елдің вице-премьері Ирина Верещуктың болжамынша, жылу маусымы басталғанда елдің шығысынан батысына қарай тұрғындар жаппай қоныс аударуы ықтимал. Себебі соғыс жүріп жатқан аудандарда жылу газ құбырлары қирап, энергия беру көздері өшірілген. Оларды әзірге қалпына келтіру мүмкін емес. Демек, соғыс салдарынан үйлерін тастап кеткен 7 миллиондай адам саны тағы да өседі деген сөз. Жансая Қапасқызы, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі.
Жамбылда жолдың жыры таусылар емес. Бұл жолы Жаңатас қаласының тұрғындары жол азабын тартып отырғандарын айтты. Тұрғындар жаңбыр жауса топырақты көшеде тобықтан балшық кешеді. Әншейінде шағын қаланың шырайы кіріп келеді деп жергілікті биліктің жарнама жасағаны нағыз көзбояушылықтың кері деп отыр. Данияр Әлімқұл тұрғындармен тілдескен еді. Жолдың жоқтығынан мезі болған жаңатастықтар жаз айы бітпес екен деп тілейді. Өйткені күз бен көктемде шалшық көшелерден балшық кешеді. Мына жеке сектордағы 5 көшеге асфальт төселмегелі 30 жылдан асқан. Мына көшеміздің сиқы мынау, тізеден батпақ. Қыстыгүні бораны шығамаймыз үйден. Боранда басып қалады көшеміз. Мына мусор, ана жақта пайланбай мусор жиналып жатыр. Көше жолдарына көлік тізгіндегендердің де өкпесі қара қазандай. Мәшинеміз сақырлап көлік жөндеу орнына жиі барамыз деді. Ал жол үстіндегі ауыз су кәріз құдықтарының қалай болса солай қойылғанында жүргіншіге кедергі. Машинам былайған кезде айына 3 рет 4 рет Эстоға барып ходок істетеміз. Проблема жетіп отыр. Канализация қағазды тегіс істемей кетті. Ауыз суды істеді, тегіс істемей кетті. Мына канализация, мына су құбыры. Мына канализацияның крышкалары жоқ. Крышкелерін бәрі ұшып кеткен, мынау ағаш қоқ болған. Мына жерде машина жүрген кезде не кірамаймыз. Мына батпақ, мына жер ерген кезде не бұлай машина жүре алмайды. Ал әкімдік тарапы адамдарды азапқа салған жолдар 2 жыл жөндеусіз жатады деп кесіп айтты. Оған себеп көшелерге алдымен газ тартылуы керек екен. Газдандыру 1 жылдан кейін басталмақ. Оған дейін тас шағал ғана төсеп береміз дейді. Қатты ойылып кеткен бір 10 көше бар. Сол 10 көшеге біз жаңағыдай тұрғындардың өтінішін алғанбыз. Жобалық сметалық құжат әзірледік 3,2 миллионға. Сол жобалық сметалық құжатпен қиыршық тас төсеп береміз. Сарысу ауданы орталығы саналатын Жаңатаста ұзын саны 76 көше бар. Бүгінде жартысына жуығы асфальтсыз жатыр. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі. Ал Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары президенттің атына хат жазып көмек сұрады. Наразылығын білдірген Күршім ауданы халқының айтуынша заңсыз алтын қазушылар елдің берекесін алуда. Жергілікті жердегі криминалды топ бағалы металды рұқсатсыз алғанымен қоймай, ауыл азаматтарын жинап жалған ұранмен наразылықты бастауда. Шекарадағы ел ішіндегі осы жағдай онсыз да жұмысы жүрген ауылдықтардың өміріне зиянын тигізуде. Себебі олар ресми тіркелген алтын қазушы компанияда еңбек етеді. Ал жалған ұран арқылы қоғам назарын аудартқан жағдай сол компания жұмысына кедергі келтіруде дейді жергілікті халық. Сонымен қатар заңсыз алтын қазушылар мемлекетке 1 тиын да салық төлемейді. Жұмыссыз адамдарға еңбек орнын тауып бермейді. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлестерін қоспайды. Сондықтан мемлекет басшысынан біреулерді пайдаланып, өз мүддесін ойлап жүргендердің мәселесін жан-жақты қарап, бір шара қолдануды сұрап отыр. Құрметті президент, сізден көмек сұрауға мәжбүрміз. Біз жаңа әрі әділетті Қазақстанда өмір сүріп, жеткілікті жалақы алып, отбасымызды асырағымыз келеді. Жеріміздің байлығы бәрімізге бірдей тиесілі. Заңсыз әрекет етушілер ғана емденбеуі керек. Қазақстанда 9000 адамның азаматтығы жоқ. Арасында шеттен келіп, ата жұртының азаматы атана алмай жүрген қандастарымыз да бар. Салдарынан олар жұмысқа тұра алмай, медициналық көмектен қағыламыз деп отыр. Қазақстан азаматы алу қиын емес, бірақ қиын емес деп айтқым келеді, бірақ қиын. Өйткені алдыратын құжаттар көп. Бізде Моңғолиядан алдыратын қаншама құжаттар бар, оған қаншама ақша кетеді. Біріншіден, біз жағдай бар отбасылар болады, ақша бере алатын. Екіншіден, жағдай болып тұрса да, соның бәрін жеткізу қазіргі замандағы ақшаға қолайлы емес. Тегін қаралудың өзі қиын. Кейбір тегін қаралудың өзі бір барған кезде сен осындай шетелдік азамат екенсің, сен тіркеуің осы жақта екен, сен тіркеуің осы жақта, сен осы жаққа барып тіркелесің. Мысалға бізде қазір оқу жатқан оқу орнымызда тіркеуде болсақ та, олар тегін еңбекке қойып бере алмайды кейбір азаматтарды. С конца 2019 года 2019 жылдан бастап 1500 баланың анасының жеке куәлігі болмаған анықталды. Жалпы алғанда Қазақстан аумағында азаматтық жоқ 9000 дерек тіркелді. Қазіргі таңда Ішкі істер министрлігімен құжатсыз жүрген азаматтарды анықтау және халықаралық стандарттарға сай жұмыстарды бірлесіп атқарып жатырмыз. Бұқтырма су қоймасында адамдар мінген қайық суға батып кетті. Оқиға кеше Аюда демалыс орталығынан 3 шақырым жерде болған.